Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік, дәмді штрейзельмен булочки даярлаймыз. Штрейзель деп булочканың бетіне себілгенді айтамыз. Негізінен осындай булочкаларды творог, джем қосып даярлауға болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Булочки үшін бізге 620 грамм ұн, 300 мл сүт, 120 грамм қант, 7 грамм дрожжи, 2 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 70 грамм сары май қажет. Ұнның мөлшері оның сортына қарай азды көпті өзгеруі мүмкін. Булочки жұмсақ, нәзік болып пісу үшін ұнның барлығын алдымен елеп аламыз. Сүтті аздап жылытып аламыз, бірақ ол ыстық болмауы тиіс. Оған берілген қанттан бір ас қасық қант қосамыз, дрожжидің барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Сүтке берілген ұннан бірнеше ас қасық қосамыз. Ұнды венчикпен жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Консистенциясы шамамен сұйық қаймақ секілді болуы қажет. Осындай апараны даярлау арқылы біз нан өнімінің жақсы көтерілуіне сенімді боламыз. Апараны жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз. Оның көлемі шамамен 2,5 есе ұлғаюы тиіс. Ал апара көтерілгенге дейін бір ыдысқа 2 дана жұмыртқаны саламыз. Оған қанттың барлығын қосамыз. Сары майды ертіп алып құямыз. 1 шымшым тұз қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Апара жақсылап көтерілгеннен соң оны бір араластырып аламыз. Апараны даярлап алған сұйықтығымызға қосып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Апара жақсы көтерілгендіктен болашақ булочкаларымызда жақсы көтеріледі деген сенімде боламыз. Келесі кезекте осы даярлап алған сұйықтығымызға ұнымызды тағы да елеп отырып қосамыз. Ұнның бір бөлігін қосып алғаннан соң оны лопаткамен жақсылап араластырамыз. Бізде қоймалжың қамыр пайда болуы тиіс. Келесі кезекте нан жаятын орынға ұнның бір бөлігін сеуіп, осы жерде біз қамырымызды елейтін боламыз. Ыдыстағы қамырды осы ұнның үстіне саламыз. Одан соң оның жан-жағын қайырып отырып, қамырымызды елейтін боламыз. Қалған ұнның барлығын бірақ пайдаланбаймыз, бір бөлігін сеуіп, соған қамырымызды елейміз. Мен булочки үшін 620 грамм ұнды қолдандым. Сіздерде ұнның сортына байланысты азды көпті өзгеріс болуы мүмкін. Булочканың қамыры жұмсақ болуы тиіс, сондықтан берілген көлемнен көп қолданбауға тырысыңыздар. Булочканы елеп болған уақытымызда оның қамыры аздап қолымызға жабысып тұруы тиіс. Қамырды бір ыдысқа салып, оның бетін пищевая пленкамен немесе ыдыстың қақпағымен жауып, оны 1 сағатқа қалдырамыз. Қамыр міндетті түрде жылы жерде тұруы тиіс, сондықтан оның сыртынан жақсылап орап қойсаңыздар да болады. Шамамен 1 сағаттан соң оның көлемі 2 есе ұлғайған уақытта қамырды 4 жағынан созып, ішіне қарай қайырамыз. 4 жағынан қайырылған қамырды төңкеріп, оның бетін қайтадан мықтылап жауып, 1-1,5 сағатқа тағы да қалдырамыз. Қамырдың көтерілу уақыты бөлме температурасына және дрожжиға байланысты. Көтерілу уақыты барлығын қосып есептегенде шамамен 2 сағатты алады. Менде қамыр осындай жұмсақ болып көтерілді, біз оны бір қайырып аламыз. Қамырды өзімізге ыңғайлы көлемдегі бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамырды 20 бөлікке бөлдім. Қалауыңыз бойынша оны үлкенірек немесе кішірек бөліктерге бөлсеңіз болады. Егер булочканың көлемі бірдей болып шықсын десеңіз, таразыны қолданыңыз. Әрбір бөлігін таразымен өлшеп отырып, бірдей бөліктерге бөліп аласыз. Даярлап алған кесінділердің барлығын біртіндеп алып отырып, оны ішке қарай қайырамыз. Астын біріктіріп, жақсылап жабыстырамыз. Оны жұмыс орнына қойып, қолымызбен дөңгелектейміз. Бастысы сіз дөңгелектеп жатқан орында, яғни столда ұн болмауы тиіс, сол кезде сізде тез осындай шар секілді дөңгелектер пайда болады. Барлық булочкаларымызды осылайша дөңгелектеп даярлап аламыз. Булочканың салмасына мен джемді қолдандым, өте дәмді шықты. Сіздер де менің рецептімді пайдаланып, осы джемді жасап, булочканың ортасына салып қолдансаңыздар болады. Джемнің рецептісін менің каналымнан таба аласыздар, оның ссылкасын описаниеде қалдыратын боламын.
Салмасын салу үшін алдымен қолымызбен жайып аламыз. 1-1,5 шай қасық джемді ортасына саламыз. Булочка қамырының айналасын жақсылап бекітеміз. Джемді булочка жаймасының ортасына ғана салыңыздар, себебі ол жан-жағына шығып кеткен жағдайда булочка қамыры жабыспай қалуы мүмкін. Противенің үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, дайын болған булочкалардың барлығын орналастырамыз. Болашақ булочкалардың бетін салафанмен жауып, оны 20 минутқа көтерілгенге қалдырамыз. Ал осы уақытта біз штрейзель даярлаймыз. Ол үшін бізге 45 грамм ұн, 40 грамм қант, 20 грамм суық сары май қажет. Ұн, қант, суық сары майды майда кесінділерге бөліп алып, бір ыдысқа салып, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Сары майды ұн мен қантқа үйкелей отырып, майда бөліктерге бөлеміз. Осылайша біз дүкендегіден кем түспейтін өте дәмді қытырлақ штрейзель даярлап аламыз. Болашақ булочкаларымыз көтерілген уақытта оның бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқаның бетіне даярлап алған штрейзельді сеуіп шығамыз. Булочкаларды 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Сіздің пешіңізге байланысты пісіру уақытында өзгеріс болуы мүмкін. Өзіңіздің пешіңізге қарай ориентир жасаңыз. Осымен біздің өте дәмді, жұмсақ булочкаларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде даярлап жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептісімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.